шешен, тілмар бабаларының бұл-бұлдай сайраған тіледім. Мөлдір судай таза едім. Жарға соққан толқындай екпін дедім. Мен нар кескенде өткіредім. Енді қандаймын, кірленіп барамын, былғанып барамын. Мен не көрмедім, маған әкеліп араппен парсыны қосты. Берді келе шүлдерлетіп орысты араластырды. Бір күндерде мені мүлде жоқ қылғысы келгендер де болды. Тіріде маған ара түсушілер аз болды. Мен жылы сөзді алдымен айналып кетейін. Осы күнгі Ахмет деген кісіден естідім. Төңкеріске шейін көрмегенім қалған жоқ. Төңкеріс болмаса, бейшара қазақ менен айырылып қалатыны шығар деп едім. Қазақтың көзі ашылды. Қазақтың көзі ашылған соң, менің күнім туды ғой деп қонушы едім. Оның үстіне қазақ тілі мемлекеттік тіл болсын деген заң шықты. Төбем көкке төрт елі жетпеді. Бірақ игілік бар, босқа қуанған екен. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат бағардың. Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Тұр. Көтер басты. Сен халқымның жаныс. Сен жоғалған күні халықта жоғалады деп Ахмет ағамыз айтып еді. Ал Алаш қозғалысының қайраткері, ұстаз, ғалым Халел ағамыз өз ана тілін білмей тұрып, бөтеше жақсы сөйлесін, ол күйініш. Ана тілін біліп тұрып, бөтеше жақсы сөйлесін, ол сүйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру зор қате деп еді. Ендеше кел, мына отырған болашаққа ой салайық.